Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жанна менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын керемет мамосяй деп танылған тағамның рецептімен бөлісейін деп отырмын. Олай болса, менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен нанымызды ашытып аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстіне бір жұмыртқаны салып, бір ас қасық қант, бір чай қасық тұз және де бір ас қасық сұйық май және бір ас қасық ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып, осының үстіне ұнды електен өткізіп салып, жақсылап қамырымызды бірінші осы қасықпен араластырып, одан кейін уже кішкене қатты қоюланған кезде осылайынан қолмен нанды илейтін боламыз. Қамырымызды дәл осылай қатты емес, жұмсақтау қылып илеп, бетіне сұйық май жағып, бетіне салафан қойып, үстін жауып, орамалмен орап, жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат ішінде көтерілу керек әдемі болып. Сол арада біз уже жаңағы салмасынан дайындаймыз. Ең алдымен осылайынан пиязды төртбұрышты етіп мен турап алдым. Одан кейін картошкамызды, сәбізімізді барлығын майда-майда қылып төртбұрышты етіп турап аламыз. Мінекей барлығын турап болдым. Енді алдын ала қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап қуырып, оның үстіне жаңағы фаршымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша бірінші етті қуырсаңыздар болады. Мен бірінші пиязды қуыруды жөн көрдім. Үстіне дәм бойынша тұзын, қара бұрышын салып, одан кейін жаңағы сәбізді салып кішкене жаңағыдай қуырып аламыз. Одан кейін картошкамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне жылы су құйып, бетін жауып, 30-35 минутқа бетін жауып қоямыз, пісу керек. Сол арада енді біз жаңа қамырын жасайтын боламыз. Қамырымыз осындай әдемі болып көтерілген екен. Барлығын осындай домалақ етіп, жаңағыдай кесіп алып, домалақ етіп жасап, кішкене ұнға батырып, осылайынан қатты қалың емес, қатты жұқа емес қып, жаңағы қамырымызды жаятын боламыз. Мінекей барлығын бір-біртіндеп осылайынан жайып алдым. Болмаса, бір ғана үлкен зуаланы жайып, соны жаңағы дөңгелекше кесемен ба, кесіп формамен кесіп алса да болады. Бірақ мен осылай жасауды жөн көрдім, маған осылай ыңғайлырақ. Болғаннан кейін осы қамырымыздың арасына сұйық май жағып, осылайынан дәл видеода көрсеткендей жасайсыздар. Мінекей барлық қамырыма сұйық майды жағып алдым. Енді жаңағы мантаваркамыздың дискісіне оған да май жағып, бір-біртіндеп біздің қамырымызды әдемілеп саламыз. Мінекей барлығын осылайынан орналастырып шықтым. Менде 20 штуктай шықты. Енді осыны алдын ала қайнап тұрған суға мантаваркамызға қойып, жақсылап 25 минуттай пісуге қоямыз. Мінекей бізде осылайынан пісті қамырымыз, салмамыз да пісті, дайын. Енді жақсылап үлкен ыдысқа салып, ұсына берсеңіздер болады. Тағам өте дәмді болады. Мен жолдасыма қатты ұнады. Кешкі асқа, түскі асқа жасасаңыздар болады. Қонақ келсе, қонақтарыңызға да жасасаңыздар, барлығына ұнайды деп сеніммен айта аламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.